Ұлыбритания туралы 10 дерек. Ұлыбритания, ағылшынша Great Britain, немесе Біріккен патшалық United Kingdom, қысқартылған UK, толық ресми аталуы Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен патшалығы, ағылшынша The United Kingdom of Great Britain and North Ireland. Еуропаның солтүстік батысында, Британ аралдарында ең ірісі Ұлыбритания, Ирландия аралының солтүстік шығыс бөлігі мен ұсақ аралдарда орналасқан мемлекет. Біріккен корольдіктің жалпы ауданы 94.354 шаршы миль, 244.376 км². 2022 жылы шамамен 67,6 миллион адамды құрайды. 1707 жылы Англия корольдігі, оның құрамында Уэльс кіреді, және Шотландия корольдігі одақ шарты бойынша бірігіп Ұлыбритания корольдігін құрды. 1800 жылғы одақ актілері 1801 жылы Ұлыбритания мен Ирландия біріккен корольдігін құру үшін Ирландия корольдігін біріктірді. Ирландияның көп бөлігі 1922 жылы Ұлыбританиядан Ирландияның еркін мемлекеті ретінде бөлініп шықты. Ал 1927 жылғы корольдік және парламенттік титулдар туралы заң қазіргі атауды жасады. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігі. Ұлыбритания бірінші индустриалды ел болды және 19-20 ғасырдың басында, әсіресе 1815 және 1914 жылдар аралығындағы Пакс Британика кезінде әлемдегі ең алдыңғы қатардағы держава болды. 1920 жылдардағы ең биікте Британ империясы 1/4 бөлігін қамтыды, жер көлемі мен халқының саны бойынша және тарихтағы ең үлкен империя болды. Алайда оның Бірінші дүниежүзілік соғыс пен Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысуы Ұлыбританияның экономикалық қуатына зиянын тигізеді және отарсыздандырудың жаһандық толқыны британдық колониялардың көпшілігінің тәуелсіздігіне әкелді. Британдық ықпалды оның көптеген бұрынғы колонияларының құқықтық және саяси жүйесінде байқауға болады. Ал британдық мәдениет жаһандық деңгейде, әсіресе тілде, әдебиетте, музыкада және спортта ықпалды болып қала береді. Ағылшын тілі әлемдегі ең көп сөйлейтін тіл және үшінші ең көп айтылатын ана тілі. Біріккен корольдік конституциялық монархия және парламенттік демократия. Ұлыбританияда 3 түрлі юрисдикция бар: Англия мен Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия. 1998 жылдан бастап Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландия өздерінің өкілетті үкіметтері мен заң шығарушы органдарына ие болды, ал Англияны тікелей Ұлыбритания үкіметі басқарады. Ұлыбританияның астанасы және ең үлкен қаласы Лондон, 8,982 миллион. Басқа ірі қалаларға Бирмингем, Ливерпуль, Ноттингем, Шеффилд, Бристол, Глазго және Лестер кіреді. Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландияның ұлттық астанасы сәйкесінше Эдинбург, Кардиф және Белфаст. Ұлыбританияда номиналды жалпы ішкі өнім бойынша әлемде 6-шы, ал сатып алу қабілетінің паритеті бойынша 9-шы орында. Бұл мойындалған ядролық мемлекет және әскери шығындар бойынша дүние жүзінде 4-ші орында. Ұлыбритания 1946 жылғы бірінші сессиясынан бері Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болып табылады. Ол ұлттар достастығы, Еуропа кеңесі, G7, НАТО, 5 көз, AUKUS және CPTPP мүшесі болып табылады. Халқының 80%-на жуығы ағылшындар, 15% шотландықтар, валлиліктер мен ирландықтар, 5%-ға жуығын Британ достастығы елдерінен келген иммигранттар құрайды. Ағылшындар англикан мемлекеттік шіркеуі нанымдарын ұстанса, шотландықтардың басым бөлігі пресвитериандар, ирландықтар негізінен католиктер, қалғандары ислам тағы басқа діндерді ұстанады. Ұлыбританияда халықтың 89,4% қалаларда тұрады. Назарларыңызға рахмет.